эго құдай болып алғанда табиғаттың заңы ер азаматқа вот эго конкретный керек. Блатной болып көріне алады екенбіз, бірақ ақылды болып көріне алмайды екенсің. В общем, негізі мен білем деген, ол сен ана курсқа бар, мына курсқа, ол жерде курс сен байытып жібермейді ғой. Мен өзім чемпионмын по ошибкам негізі. Солай ақшаның артынан қуып кетеміз деген сұрақ туындап тұр да менде. Ақша маған қиын жолмен келеді екен, егер келсе бір нәрсемді жоғалтуым керек деген сенімдер тұрған екен менде. Мысалға масканы кимейсің, шешесің, енді мен просто осылай өмір сүремін дейсің. Нәтижені вообще тапсырып таста Аллаға, болды. Тек махаббатпен процесстесің, болды. егер дейді ақша сенің ішкі күйіңнің айнасы болса, Әйел азаматы, әйел күйеуінің болмысын білу керек. Әйелге не керек? Ең бірінші қауіпсіздік, безопасность керек, потом комфорт керек. Ер азаматқа не керек? егоның қалауы не үшін керек ақша? Өзіңді көрсету үшін. Айтып отырмын ғой, ер азаматтың табысына ешкім әсер ете алмайды. Альфа деген бар, бетта деген ер азаматтар бар. Ал Елеке, сәлеметсіз бе? Біздің бүгінгі кезекті подкастымызға қош келдіңіз. Осы көрермендерге бір кішігірім түсінік болса, осы ояну жолына келердің алдында сіз қандай жұмыспен айналыстыңыз, осы жолға келуіңізге қандай себеп болды деген сияқты сол туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Себебі бізден көрермендер көп сұрап жатады. Бұл кісі бұрын қайда болған, неге шықпаған, неге енді шығып тұр деген сияқты сұрақтар жиі түсіп жатады да бізге. Сәлеметсіздер ме? Жарайды, айтып берейін. Бұрын кім болған? Органда жұмыс істедім. 10 жыл мен полиция қызметінде де жұмыс атқарғам, мемлекеттік қызметкер болып. Ол жерден де шаршап, бір күні мен кемес екен, өзімдікі емес екенін түсіндім. Және махаббат өшіп қалды ол жұмысқа. Негізі арманмен келгем мен, негізі ол жерге ше. Армандап мен осындай ішкі істер қызметкері боламын, халыққа қызмет етемін деп. Ол жерде өзімдікі емес екенін түсінемін да, ол жерден кетем. Сонымен кәсіпке келем. Өткен мемлекеттік қызметтен шығардан алдын сенде өзі көп емес та таңдау. Немесе охранаға кіру керек, немесе таксовать ету керек, немесе бір юридический компания ашу керек, или кәсіпкер болу керек. Мен кәсіпкерлікті таңдадым. Қиын қазір, мына военный жігіттер бар ғой, істеп жүрген қазір. Полиция қызметінде жұмыс істеп жүрген. Қиын ол жерден шығу. Шешім қабылдау өте қиын. Потому что мына жаққа шыққан кезде не істеймін деген ой қатты ұстап тұрады оларды ше. Сонымен ол жерден шығғанда кәсіппен айналыса бастаймын. Біраз жылдар басынан қатты қиналамын кәсіпте. Өткен сол үшін қазір айтқым келеді, кім стабильный айлық алып отыр, тұрақты айлығы бар, немесе мемлекеттік қызметте жұмыс атқарып жүрген адамдарға бірден шықпаңдар деген келеді. Қиналып қаласыңдар. Мен солай қиналып қалғам. Эмоциямен шығып кеттім ғой, бизнес болам, істеймін деп. Қазір жаймен өзің жақсы көретін бір жұмыстың шетіне бір жаймен бастау керек та, шықпастан бұрын. Когда сен 100% көзің жетеді ғой, мынау тұрақты айлықтан күн көре алады екен мау деген кезде сен жаймен секіріп шығып кете саласың. Оңайлау болады. Сөйтіп мен қиналдым біраз. Сонымен оқу керек екенін түсіндім. Бизнеске келу керек. Бизнес істеп жүрмін ғой, что-то ақша жетпейді, постоянно дұрыс емес. Қараймын, басқа кәсіпкерлерде нормально ақша түсіп жатыр, біреулер нормально күн көріп жатыр, ақшасын жинап жатыр, мен миллиондап тауып жатырмын, бірақ ақша жоқ. Сөйтем да оқи бастаймын. Давлатовта оқимын негізі. Тоқтаңыз, мен мына жерде нақтылап кетсеңіз, миллиондап тауып жатырмын дейсіз, бірақ ақша жоқ дейсіз, сонда қарызға кіріп кету. Қарызға кіріп кетесіз. Ақша басқарамаймыз да, көрдіңіздер ме? Ақша энергия ғой. Көп адамдар бүгін осы теманы мен ақша туралы көп айтайық, елдерге, халыққа, именно осы ояну көзқарасымен және мынау бизнес көзқарасымен ақша темасын көтерейік. Бізге себебі соңғы рилстардың көбісінде одан кейін адамдар келіп жатады ғой енді өздерінің мәселелерімен, сонда осы ақша мәселесімен жиі келеді. Материальный енді бұл айналып келгенде де енді өмірдің бір
бөлшегі ғой, былай айтқанда основной бөлшегі десек те болады. Соған байланысты бүгін осы ақша тақырыбын толығырақ ашып талқылап кетсек. Мен өзім жайлы кішкене түсіндіріп кетейін, қалай келдім мен. Сонымен Давлатов мырзаға барам, мен танитын шығарсыз. Давлатов, Сайтмұрат Давлатов мырза жақсы кәсіпкер, жақсы бизнес наставник негізі бар ғой. Ризамын ол кісіге. Біраз көзді ашты. Сол кісінің индивидуальный сабақтарына барамыз. Оңай ақша емес ол кезде, ол да $10,000, €5,000 тұратын бірнеше сабақтарына барып, біраз білім алам. Оған бармай тұрып мынандай қызық болады ғой. Мен вообще білімге деген, полициядан шыққаннан кейін кәсіпте жүрмін ғой. Білімге деген менде не құштарлық жоқ. Мен всегда мынандай өзімшіл адам болғам. Эгом күшті болған меніңше. Супер эго деймін ғой. Мен өзім деп тұрған ба? Иә, мен өзім білем. Мен даже өзімнің серіктесіме, партнерыма, бірінші ол Давлатовтың сабағын маған сол сатып алып қояды да, сен Ыстықкөлге барасың, €5,000, и сен 14 күн Давлатовпен оқисың дейді. И сол кезде қатты ренжігенмін, сен есің дұрыс па, немене €5,000 бұндай алып мен бармаймын, біз өзіміз білеміз, ол лохотрон деймін ғой. Сондай адам бар ғой, лохотрон, ол жерде алдап жатыр сендерді деп. Прикинь, сол жерге барам ғой, мен 60 кәсіпкер жиналамыз. Ыстықкөлге барам. Енді амал жоқ, сатып алып қойған, бару керек, күйіп кетпесін деп. Өзімше болып барам, сынап барам. И барған кезде 60 кәсіпкер жиналған ғой. Аузымды ашамай қалдым ғой. Ішімнен айтып тұрмын да, мен сонша уақыт өзімді кәсіпкермін деп, бәрін білем деп санап жүргенім, просто судай шайлып кете салды ғой, прикинь. Ана жерде аузымды ашамай қалдым, не бір термин сөздер, біреуінде завод бар, біреу там Нью-Йорктан келген алтынмен айналысатын еврейлар жүр. Ана ортаға сливаться ете алмаймын ғой. Ішімнен айтамын ғой, мен ештеме білмейді екенмін ғой деймін ғой. Мен былай ойлаймын сол кезде. Блатной болып көріне алады екенбіз, бірақ ақылды болып көріне алмайды екенсің. Аузымды ашамай қалдым ғой, мен қазір аузымды ашсам, мен кім екенімді біліп қояды бұлар деген сияқты. Көрдің бе? Қорқыныш тұрды ғой сонда. Иә, сонымен ішімнен, мен қазір ішімде әлі есімде де сөз беремін ғой, мен осы білімді енді қудалаймын деп. Сол кезде Давлатовты құшақтап бетінен сүйіп кетті ғой соңында. Рахмет ұстаз деп, көзді аштыңыз деп. Партнерыма да ризамын. Мен сол жерге жіберіп көзімді ашқан. Вообще негізі мен білем деген сөздің артында білесіздер ма не жатыр? Мен ары қарай білгім келмейді деген сөз да, уже болды, тоқтады деген сөз. Қай кезде адам сөйтіп айтты, болды, ол сол жерде өлді деген сөз ол. Просто 20-30 жылдан кейін оны көмеді, болды. А что білім шексіз ғой. Бұл жерде зерікпейсің, именно ғылымда, білімде оқи беру керек. Өміріңе енгізу керексің да, бірақ бұл оқулардың бәрін құр оқи берген болмайды да. Мысалы, бір анау не бар ғой, прикол мен айтам ғой. Бір қыз жетістікке жетем деп кітапханадан шықпай кітап оқи берген екен да. Соңында кітапханашы болып кетті дейді ғой. Сол сияқты кітапханашы болып кетпеу үшін не істеу керек? Алған білімді өз өміріңе бөлсу емес, өз өміріңе енгізу керек. Сонымен өмір сүре бастау керек. Сол кезде өзгерістер болады. Ол сен ана курсқа бардың, мына курсқа, ол жерде курс сен байытып жібермейді ғой. Сен ол жерден алған біліміңді аласың да өз өміріңе енгізе бастайсың. Содан өзгерістер көресің. Өміріңе енгізіп, одан жемісін көріп, жаңағы айтқанда миллиондар тауып жатырмын, бірақ ақшаның көзін аша алмай жатырмын дегенде сол қателіктердің бәрін орнын жауып, конечно, бизнестағы отчеттардың бәрін дұрыстап деген сияқты өмірге енгізу дегеніміз осы алған білімдерді жалпы негізі. Мысалы, енді бірінші 300-400 мың теңге тауып жүрді кәсіпте. Адам ой келді маған. Жоқ, бұл жетпейді. Примерно миллион табу керек дедім. Соң миллион тауып жүрген кездерде болды. Почему-то ол да жетпеді. Соң ойладым да. 1,5-2 миллион болса, бұл точно жетеді, бала-шаға да бәрі тыныш. Өзіме де керектім жауылып отырады. Оған да жеттік қой. Бірақ мына жерде почему-то байқағаным, көп тауып жүргенде қарыз көбейіп кеткен ғой. Кредит, анау, мынау 2 миллион да жетпейді ғой. Сонда қарап тұрсаңыз, сіз тауып жатсыз,
бірақ ақшаның шегіне жете алмай жатсыз. Жете алмай жатырмын. Бұрынғы историяларымда айтып отырмын ғой, жете алмай жатырмын. Мен вообще кейін бизнес наставник болдым ғой өзім, көп бизнестерге система құрып жүрдім. Мен қазақ бизнес кәсіпкерлік қауымдастығын құрғанмын кезінде. Ол әлі де бар. Официально Министерство юстициядан қауымдастық құрам. ТикТокта 200 мыңға жуық оқырманым бар. Инстаграмда да 100 мыңдай оқырманым бар. Қазақ бизнесінде негізі. Бір уақыттар келді, что-то мен о жаққа никак махаббатым оянбады, что-то пусто болды. Имам Ғазали сияқты да, ештеме таба алмаймын, құлшыныс жоқ. Сөйтіп іздене бастадым ғой, неге менде махаббатым өшіп қалды мына жерде. Тура ана полицияда қызмет атқарып жүремін ғой, и ол жерде де өшті ғой, и какой-то момент мына жақта да өшеді ғой менде. Уже ары қарай мен Инстаграмда жүргізгім келмейді, ТикТокта жүргізгім келмейді насчет бизнеса. Хотя мен ол жерде мощный экспертпін деп санай аламын. Эксперт деген бұл көп қателескен адам да, көп оқыған адам емес. Мен өзім чемпионмын по ошибкам негізі. Көп қателескен, бөлісе алатыным бар, айта алатыным бар да ол жерде. Любой мысал келтіре аламын, ақшаға байланысты. Сөйтсем қазіргі ояну көзқарасымен қарайтын болсам, енді әлем, Алла мені осы жолға дайындағанда проводник болуға. Өткен қазір қарап отырмын ғой, біреулер бір юридический жағынан қиналып келіп отыр да, а менде ол жақта да тәжірибе бар. Көріп жүрмін ғой оның бәрін. Білесің ғой, бірге жүрсің, бәрін көріп жүрсің. И мына жақтан бизнес көзқарасымен келеді біреулер, қарыз не, ол жақтан да тәжірибем бар да. И мынау еще ояну бағытымен, көзқарасымен вообще мынау ше әшейін былай шешіліп кетіп отыр ғой. Енді мен де сіздің... Соны көріп, вообще қуанамын да қазір. Адамдар өзінің проблемасын шешіп, басқаша өмір сүріп отыр. Басқаша көзқараспен уже ше. Мен де сіздің енді өзіңіздің тікелей шәкіртіңізбін ғой. Себебі мен де сіздің алдыңызға келгенде сол бизнестағы мәселелерді жөндеймін деп келдім ғой. Себебі мен де өзімді сондай бір бизнес-вумен екен деп ойлап жүрдім. Пока сондай бір қарызға кірмейінше, енді Аллаға шүкір, осы жолды ары қарай бірге сізбен бірге алып жүріп шәкіртіңіз болып жатырмын ғой. Бұл да енді бір жол деп есептеймін мен де. Потому что бизнесте жүрген кезде адам көп ақша табам деп барады екен да бизнесқа. Бірақ сол ақшаны басқаруды білмейді екенмін да. Менде де сол қателіктермен ұрындым ғой. Сөйтіп қарызға кірдім деген сияқты. Енді қазір көрермендердің, жалпы біздің келіп жатқан қатысушылардың бәрінің басты мәселесі ақша болып жатыр ғой. Енді ақша мәселесіне қарағанда былай сұрақ болса, мысалға, ақша деген сіз үшін қандай ұғым болады мысалға? Жай қағаз ба, әлде бұл біздің мышлениеміздің, либо санамыздың бір айнасы ма? Неге біз соншама солай ақшаның артынан қуып кетеміз деген сұрақ туындап тұр да менде. Бұл егоның қалауы ма әлде? Или біз сол мынандай миллиондар ақша тауып бір нәрсе істеп жергіміз келе ма? Сол жағын тереңірек ашып өтсеңіз. Әрине, бұл эгоның қалауы ғой. Эгоның қалауы бар, и сананың қалауы бар, сознанияның қалауы бар. Эгоның қалауын жайлап тыңдап көрсең, қазір саған сұрақ, не үшін керек ақша? Эгоның қалауы не үшін керек ақша? Өзіңді көрсету үшін? Жоқ, саған не үшін керек? Прямой сұрақ. Зачем тебе нужны деньги? Маған ақша не үшін керек? Жауап жоқ. Потому что... Не үшін керек? Көрдің бе, жауап айта алмай. Көп адамдар осы сұрақты қояды. Мен не үшін керек саған ақша десем, білмейді, потому что эго айтып қойған, керек әйтеуір ақша. Адам қазір, білесің ба, не тауып жатыр? Осы не үшін керек деген смысл берген кезде, олар сол ақша оларға келіп жатыр, әлем беріп жатыр. Неге қазір? Кредит жабылып жатыр, бензинге төленіп жатыр, квартираға беріліп жатыр, коммуналка төленіп жатыр, балдардың киімі алынып жатыр. Потому что запрос соған ғана тұр әлемде. Не үшін керек? Балдарға киім керек. Азаннан кешке дейін соны ойлайды. Садикті төлеу керек. Біраз ұстайды. Оған береді әлем. А сен қазір не үшін үлкен ақша керек дегенде айта алмай қалдым. Демек мен сонда мақсатсыз, бірақ ақшам болса екен деп солай жүре бергенмін. Бірақ көп ақшаны қалау, значит, бұл демек егоның қалауы ғой. Просто керек болды. Там машина алу керек, немесе квартира алу керек, там үлкен үй алу керек деген сияқты. Түптің түбінде нақты мақсат жоқ. Смысл жоқ. Смысл. Мағына жоқ, маңыздылық жоқ. Не үшін керек деген кезде.
Енді санамен ойлап көрші, не үшін керек ақша? Эгомен жарайды, білмей қалдым. Так, санамен ойласақ. Айттым ғой, желание, саналы желание болады, и сананың желаниясы, и эгоның желаниясы болады. Эгоның желаниясы орындалмайды. Эгоның желаниясы неге орындалмайды? Потому что эго мына әлемнен жұлып алғысы келеді да, и сол кезде әлемнің қарсылық заңы дегені бар. Әлемнің қарсылық заңы жұлдыртпайды өзінен бір нәрсені. Ни в коем случае. Сол үшін мынау қазір жазып жатқан армандар картасы, визуализация, аффирмация ол жұмыс істемейді. Оның бәрі эгоның қалауы. Демек, эгоның қалауы дегенде, қазір сіз сұрақ қойып отырсыз, сананың қалауымен айтсаң, ақша не үшін керек дегенде, комфортный өмір сүру үшін екен. Менің жауабыма Кім комфортный өмір сүргісі келіп жатыр? Қазір не комфортный өмір сүріп жүрсің ба? Қазір комфортный өмір сүріп жүрмін. Иә. Демек, Қазіргі күніңе сен риза болсаң, әлем бере береді саған. Қазір өзіңе сұрақ қойса, сен мысалы ақша не үшін керек? Сен айтып жатсың, комфортный өмір сүргім келіп жатыр. Сонда қазір не комфортно живешь? комфортный өмір сүріп жатырмын. Вот. Осы күнмен ризамын, иә. Болды. Зачем саған ақша? Значит, бұл жерде тоже сананың да қажеттілігі болмай тұр ғой. Осы Конечно. күніңе ризасың, сонда өмір саған өзінікі бере Тағы береді. санамен ойды тоқтат. Давай бір практика берейін одан саған. Мгм. Көрермендерге де как раз жасаңдар бұл практиканы. Қағазды алшы. Таза парақты ал. Сізге дайындап келген сұрақтарым еді ғой қазір. Жоқ, оны бөлек қоя сал, я Аха, қазір сұрақ так. қоясың ғой. Мгм. Қағазды ал. Бір сурет сал. Кез келген. Иә, қойсай, столға қойсай. Иә. Бір сурет сал. Өзіңе ұнайтын бір сурет сал. Не салайын? Жүрек салайын. Жарайды. Бірақ, қара, тоқта, асықпа. Бірақ сурет салып отырсың ғой. Иә. Назарыңды, вниманияны 2 метр жоғарыға қой да, сол жерге, сол бағана қалауыңды сол жерге қойып қой. Көзіңді аш. Назарыңды, вниманияны ұстап отыр ана жерде, жоғарыда, 2 метр жерде. Бірақ суретті біз бұны не үшін істеуіміз керек? Қара. Мен алдын айттым ғой сіздерге. Сознание бұл мост дедім, иә? Біреулер түсінбеді. Мост немен? Ақылмен подсознанияның арасындағы мост не? Көпір бұл сознание. Иә. Дұрыс па? Енді не үшін адамдардікі қалағаны болмайды? Қалаған нәрсесі. Потому что сознаниямен қазір олар армандаған кезде сознание крючок қылып убеждение подсознанияға ілінеді. А убеждениеда адамдарда конфликт бар. Сол үшін біз оны отвлекать етуіміз керек қазір. Екеуін айыруымыз керек. Қазір сенің ақылың мына жаққа кетеді да, санаң төбеге кетеді. Сол кезде ол іліне алмай қалады ар жаққа крючок. Подсознаниядағы убежденияларда. Өткен қазір саған бір айдан кейін пәлен миллион табасын десем, бірден убеждениең қосылады автоматтық түрде. Сен оны байқамайсың. Ой, қаяқтағы дейді. Сол үшін екеуін біз отвлекать етуіміз керек. Түсіндің ба? Мен негізі көбісі түсіне бермейді. Түсіне алмай отырмын ғой, сол сезіне алмай да қалдым. Так, бит. Сөрге салда, енді конечный результатты жоғарыда ұста. Сала бер суретті тоқтатпа, екеуін бөлу керек. Сурет тоқтатпа болғанда мен бір сурет салам ба, или Сала бер бірнеше ма? 5 жүрек сал. Ал кеттік. Нең назарың қаяқта тұр? Суретте тұр ғой. Енді ажырат деп жатырмын ғой, назарды ар жаққа жібер, 2 метр жоғары деп тұрмын. Назарды жібер сол жаққа. Суретті оймен сал. Қара ар жаққа. Сала бер. Маңызды емес ол сурет. Әдемі бола ма, болмай ма? Иә, түсіндім. Мен қазір қайтадан соған кетіп бара жатырмын, осы жүректерім әдемі болу керек деп. Кете бер, бірақ ар жақта ұста. Вниманияда соңғы результат болу керек. Соңғы результат деген не? Мысалы сен $1 миллион хочу деп тұрсың, маған керек деп қалап тұрсың. Бірақ ол не үшін керек? Үй аласың ма, машина аласың? Машина алған кезде қандай күйге түсесің сен?
сол эмоциялар сезінуім керек қой мен. сезініп соны жоғарыда ұстап тұрасың да ақылды бөлесің мына жақта. Подсознание, түсіндім. сознание іліп алмау керек. Егер ілінсе екеуі қосылып армандар картасы сол үшін орындалмайды. Менің вниманием сурет салуға түсіп кеткен кезде екеуінің арасында конфликт пайда болды. Енді жетті. Вот. Конфликт пайда болды. Енді ұстаса екеуін бөлсе. Санамен нені ойлап отыр? Сезініп отыр. Соңғы нәтиже. Нәтижені ойлап отырмын, санамен уже. Оймен сурет салып отыр. Санамен уже нәтижені ойлап отырмын. Қиынырақ болады бірінші, потом үйреніп кетесің. Екеуін бөлді. Енді ой сенің арманыңа кіре алды ма? Көрдің бе? Енді түсіндім, жетті. Сенің ойың арманыңа кіре алмайды соңғы нәтижеге. И нечего зацепиться. Убеждение демекші, қараңыз, бұл жерде мынандай убеждениелер болады. Мен өзімде болды ғой енді. Ояну көзқарасынан келгеннен кейін, түсініктер келгеннен кейін түсіндім. Мынандай түсініктер болды менде, убеждениелер. Наным сенімдер дейді ғой қазақша айтқанда. Ақша маған қиын жолмен келеді екен. Егер келсе, бір нәрсемді жоғалтуым керек деген сенімдер тұрған екен менде, мысалға. Кешеде бір кісі жазып жатыр. Біраз жасқа жетіп қалдым дейді, бірақ қорқыныш бар дейді. Сол қорқыныштың кесірінен кредит ала берем дейді. Бұл тұрғыда қалай, бұл қандай убеждениеге жатуы мүмкін, если ояну көзқарасымен қарайтын болсақ? Адам өзінің осы минустары ғой, мен оны айтам, темная сторона души деймін да. Адамның жанының қараңғы жақтары, ешкім періште емес. Әр адамның өзінің қараңғы жақтары болады. Үй алатын жақтары болады, айта алмай жүрген жақтары болады да, қысылатын жақтары болады. Ешкім періште емес, солай жаратылғанбыз. Кез келген адам. Осы қараңғы жақтарын пока адам қабылдамайынша, ол никак көтеріле алмайды. Ол оны ұстап тұрады былай қармап. Сол үшін ол кісіге мені қалай ел қабылдайды екен деген сол қараңғы жағын, қалай қабылдаса солай қабылдасын деп қойып, өзін қабылдайтын болса, өзін қабылдаған кезде бәрі шешіледі. Ол негізі осы самый негізі мощный секреттердің бірі негізі. Мен осыны айтқым келетіні, егер көрермендерге, егер сен өзіңді қабылдадың ба, шынайы өзің болмысыңды қабылдадың ба, қандай адам екеніңді, сол кезде бәрі шешіледі. Қараңғы жақтар дегенің жаңағы біздің қызғаныш, ашу, ыза, ішіңнен реніш, бәрін сезесің де, болды, өзіңмен өзің өмір сүресің, қабылдадым дейсің. Болмысы, мен просто сондай адам екен. Масканы кимейсің, шешесің, енді мен просто осылай өмір сүрем дейсің. Кім қалай ойласа, солай ойласын. Это олардың проблемасы. Демек, айналадағы адамдарға жағуға тырыспайсың. Жоқ, маска, сен қинап жіберді ғой маска қазір уже. Шеші деп мен уже, мынау үшінші подкаст мен әлі айтып келе жатырмын. Масканы шешіндер, жандарым ау, қандай ләззат тосып тұр сендерді. Мощный өмір болады. Просто масканы шешу керек, иллюзиядан шығу керек. Болды. Кімсің сен? Қандай қылып жаратты сені? Құдай ше, неге адамдар 8 миллиард адам бір-біріне ұқсамайды? Бөлексің ғой сен. Бөлексің. Ешкімнің догмасымен де өмір сүрме деймін. Керек емес ол саған. Ешкімнің қойып берген системасымен де өмір сүрме. Өзіңді жақсы көр. Басқаларға және өзіңе зиян келтірме. Өзің болмысыңды қабылда. Бір іс-әрекеттер жаса. Ал осы жерде мына сұрақты қалай ашсақ болады? Қараңыз, өзіңді қабылда деп айтып жатсыз. Мысалға біз көреміз ғой, енді кейбір адамдар бір еңбекқор, жұмысты жақсы істейді, тыңғылықты, жауапкершілігі мықты, бірақ табыста өспейді, ақшасы бір қалыпта тұра береді. Бұл жерде қандай наным сенім ол кісі жұмыс істеп тұр, немесе ақша тек еңбекқорлықпен келеді деген ба? Бұл қалай болған сонда? Если ояну көзқарасымен қарайтын болсақ. Егер ояну көзқарасымен, давай екі көзқараспен де қарайық, бизнес, ақша, қаржылық сауаттылық көзқараспен, ояну көзқарасымен де қарайық. Кім айтты қара жұмыстан байып кетесің деп. Ол алғашқы этапта бір қара жұмыс істеп жатсың. Бірақ жаймен одан да шығуың керексің ғой сен. Одан шығасың да қара жұмыстан. Өзіңе кішігірім кәсіп орнын ашасың, жұмыс бере бастайсың.
бұл этаптардан өтпей сен құр қара жұмыста байысаң, шахтерлар, грузчиктер бәрі байып кететін еді ғой. Баспен жұмыс істеу керек, баспен ақша табу керек. Сол үшін бас саған берілген ойлау үшін. Бас қазір занят болып тұр, маскамен, иллюзиямен, ақша есептеумен жұмыс істеп жатқан жоқ бас қазір. Азаннан кешке не ойлап отыр? Садик төлеу керек, баланың киімдері келіп қалды, машинаның майын ауыстыру керек, кредит келіп қалды, ананы қайдан алам, мынаны қайдан. Бас қазір жаңа идея генерировать етіп жатқан жоқ, жаңа білім. Бас қазір выживать етуді ойлап тұр, болды. Қалай істеймін, не істеймін? Дұрыс па? Бұл жерде бір екінші этапқа өтуге деген қорқыныш ұстап тұр ғой адамды сонда. Конечно, қорқыныш ұстап тұр. Қорықпа деймін ғой. Мен ояну көзқараспен айтатын болсақ, қазір кішкентай бала сияқты өмір сүрсеңдерші. Өмір бүйтіп переживать етіп өмір сүру үшін тым қысқа негативте. Ертең не болатынын білмейсің. Кішкентай бала сияқты өмір сүр дегеніміз, кішкентай бала познает мирді. Осы әлемді зерттеп өмір сүріп отыр да, ойыншықты алады, разбирать етіп тастайды. Ананы ұстап көреді, мынаны ұстап көреді. И оған барлық адамның көзқарасы нейтральный. Жақсы көреді, тәтті екен дейді баланы. Солай сен өмір сүрсең, елдер де сені қабылдайды. Сен қазір еган қорқып отыр да бізді қабылдамайды деп. Любой ортада, отбасыда сондай адам, бір адам болсын, бар негізді. Ойына келгенін айта салады. Ішкі дүниесі мен сыртқы дүниесі бірдей. Аузын ашса жүрегі көрінеді деген адамдар сол ғой. Ой, осы сендердің діндерін түсінбедім деп қойып, жүре береді оларға. Ой, сен деп, онымен бір дискуссия неғып, сен білесің ба, дін осындай деп. Ол адамдармен даже сен не қыламайсың да, спорт ете алмайсың да. Өзінің қалауынша өмір сүріп жатыр, ойындасын айтып жатыр, ары қарай өмір кетіп 100 грамм ішіп қояды, там пивасын ішіп қояды, жүрді ол просто өмір сүріп жатыр. Осы тек бір уайымға түспейді екенсің деп қойып еще сөйлеп қояды кейбір адамдар оған ше. Оған бәрібір өмір сүріп жатыр. Өмірді сүріп жатыр, өмірдің ағынымен бірге кетіп жатыр ғой сонда. Өмірге қазір мен бір нәрсені айтамын да, осыны қазір ұғатын болсаңдар, буквально бір 2 айда, 3 айда бар ғой, өмір деген әдем болып қалады ғой. Өмірге сенесің да 3-5% жұмыс істейсің болды. 100% сенесің Құдайға, Аллаға. 3-5% дегеніміз бір звонок, 2 звонок күнде. Әрекет. Бірақ махаббатпен, тек махаббатпен. Бұл әлем махаббатпен құралған. Құдайдың замысылы махаббат, тек шексіз махаббат. Махаббатсыз кез келген іс-әрекет болмайды ол. Істемей-ақ қой лучше, сразу айтамын. Қазір сен подкастқа мысалы келіп отқан кезде мен саған не айттым? Көзің жұм дедім да, махаббатпен қараш. Сезім. Кез келген махаббат бар жерде бар ғой, мощный нәтиже болады. Негативпен қазір ішкі дүниеңді дұрыстамай қазір сен бір контракттарға отырып, бір лучше бастамай қоя сал бауырым. Просто 5-6 жыл зая кетеді қазір өмірің. Өзіңіз сабақтарда айтушы едіңіз ғой, напряжениемен басталған контракт напряжениемен бітеді. Напряжениемен, негативпен бірдеме бастайын деп жатсың ба, лучше бет қой да, тоқтады. Бір махаббатпен тек қана бастау керек. Екінші, күтпеу керек, ожидать етпеу керек. Күтіп отырады ғой үміт атып. Мен бастадым, қазір мен миллиондар табуым керек, пландап кетеді қазір. Сен 100% Аллаға сеніп жатсың ба? Сенси до конца. Сен просто процесске ғана, процесс дегеніміз не, іс-әрекетқа ғана фокуста сенде болды. Істеп жатқан жұмыста қазір міне екеумізде махаббат алу керек қой. Міне екеумізде қазір подкаст жүріп жатыр, махаббатпен жүре берсін. Бізге вот қанша қаралым, қандай комментария жазады, оны Аллаға бердік болды. Біз өз ісімізді атқардық па? Атқардық. Просто оянуда көп адам ойлайды, сонда ештеме істемеу керек па, Құдайға сеніп жата беру. Істе, нәтиже күтпе бірақ. Осы жерде қараңыз, оянуда 1-2 айдың ішінде жаңағы бәрі қалыпқа келеді деп жатсыз. Сонда сіздің ойыңыздың түбінде мен мынандай түсінік келіп тұр. Оянған адам сонда 2-3 айда байып кете ма деген елде, әлде бұл жерде оянған адам ақшаға көзқарасы өзгеріп кете ма? Егер ол күтпейтін болса, бәрі келеді оған, бәрі беріледі. Егер ішінде шаңның тозандай эгоның қалауы тұрса, келмейді оған ештеме. Сол үшін айтып отырмын, тотальный доверие, сенім. 100%, 99-9 емес.
просто процессте отырмыз қазір, түсіріп жатырмыз, салдық, өзің көріп жатсың ғой, қаралымдар өзімен өзі кетіп жатыр. ютубты жақында бастадық. көріп жүрмін ғой, иә, комментарий жұмыс өзімен өзі кетіп жатыр, бір пландап жүрміз ба или страдать етіп. Қасымда жүрсіңдер, серіктесімсіңдер, көріп жүрсіңдер. Қызықты комментарийлерде түсті ғой ол кезде, жаңағы бір кісі жазып кетіпті. Жүргізуші қыз түр жасап алыпты, өзінің менеджері ғой деп жазып кетіпті. Тоже олардың ойы ғой, иә. айта берсін, иә. Так ол жасыратын ештемесі жоқ қой. Сендер менімен жұмыс істеп жатсыңдар, сендер өздерің көріп жатсыңдар. Негізі шәкірттікке келгейсіңдер бірінші, дұрыс па? иә, дұрыс. Бизнес наставник ретінде келдік қой енді ол кезде. Мен қарап отырмын, сендер уже қораға кіріп жатсыңдар. Қанша миллионға? 100 миллион. 100 миллион. 100 миллион оңай ақша емес қарызға кіру. Қазір қалай енді? Қазір енді керемет деп айтсам да болады. Себебі мен бұрынғы состояниеме қайтып барып, өзімді сол состояниеде көз алдыма елестетсем, мен қазір бұл жерде отырмас едім. Неге? Себебі мені ой алып кетіп, стрессовать етіп, ана адам үшін бір сценарий құрып, бір эгоның жетегінде кетер едім. Возможно, даже өзімнің жаңағы бизнес бастаған партнерларыммен де, сіңілдерім болды ғой, бір-екеуі. Олармен де ұрысып қалар едім. Ол картинканың бәрін мен өзім примерно елестетіп жүргізіп өткен кезде, қазіргі нәтиже мыңнан да бір кереметі деп айтсам болады. Бұл Алланың тоже нығметі ғой. Себебі 100 миллион қарыз деген ол үлкен сумма. Әр адамның уровеньда определенный сумма үлкен. Біреуге қазір 1 миллион да үлкен сумма ғой, қарызым бар деп басын ұстап отыр, дұрыс па? Сол үшін айтамын ғой, біреудің проблемасы біреуге потолок, біреуге пол. Мәселе бұл жерде проблемада емес, мәселе адамның өзінде қалай қабылдап тұр, иә, оны. Мен просто сіздер келген кезде, мысалы сендер келдіңдер ғой, қарап отырмын да қалай көмек берем. Уже тупиктасыңдар. Никакой инструмент көмек бермейді сендерге. Көріп отырмын, уже қадалып тұрсыңдар, 100 миллионға. И қалай шығарам? Жаймен шығаруға болады, бірақ жаймен сендердің уже мотивацияларыңда жоқ қой жұмысқа деген. Сынып тұрсыңдар ғой. Тек бір-ақ жол тұр да, ояну керек та. И сол кезде өзіме ішімнен ойлаймын ғой, бұларға қалай түсіндірем? Бұлар мен қазір жынды деп ойлайды ғой деп. Ояну, өзім оянып алғам ғой ол кезде, бірақ ешкімге әлі айтып жүрген жоқпын оны, ше. И сол іштей сендердің ойлаймын ғой, бұларға қалай айтамын деп. Была не была, осыларды мен құтқаруым керекпін деген шешімге келем. И жаймен сендерге түсіндіре бастаймын ғой, ояну. Есімде ғой, ол кезде даже мен есімде, мен егам прям соңына дейін белгісі келмеді ғой, мен мойындағым келмеді даже, что біздің тупикте тұрғанымызды. Сіз айтып жатсыз, ертең тағы бір контракт келеді, +1 долг дейсіз. Мен айтам, қалай ол +1 долг болады? Сонда егам жібермей жатыр ғой жаңа бизнесті. Ұстап қалғым деп жатыр да, мен білейін. Бұлар тек оянумен шығаратынымды көріп тұрмын ғой. Басқа жол жоқ уже. Оянумен шығаратын кезде сен мынау проблемаға көз қарасың өзгерді ғой бірінші. Өзгерді, әрине. Ішкі күйің өзгерді. Тұрақталды. Тұрақталды. Көрдің бе? Иә. Өткен бірінші наблюдательдің өзін қанша ай түсіндірдің сендерге? Так, январдан бастап февральдың аяғына шейін наблюдательді түсіне алмай жүрдік қой. Қасыңызда жүріп түсіне алмай жүрдік қой. Жүріп даже. Бір практикамен, бір мысалмен келтіріп барып, бір блокноттың несімен түсіндірдіңіз ғой, мысалымен. Сол үшін мен қазір айтамын ғой, мен түсіне алмайды көп адамдар қазір. Только сезіну керек. Сезінеді және дайын бір определенный этап өмірде өткен, қиналып келген адамдар уже түсініп олар тұрады ғой. Бірден түсінеді олар. И мен қазір көп былай отырғым келмейді да қазір. Түсінбейтін адамға түсіндіріп ше, зачем? Спасательство мен. Түсінбей ма, түсінбейді, ойынның біраз ойнасын тағы деймін. Пусть құласын деймін, до конца құласын деймін. Енді мына жерде қазір сендерді түсіндіріп алған кейін мен негізі өзіме сондай қойдым ғой. Егер осы екі қызды қазір мен түсіндіріп, оятып алсам, жоқ, мен оятым емес, осы мен беретін практикалар арқылы өздері оятып алатын болса деген ой келді. Значит, мен проводник екенмін. И сендерге сұрақ қоятын едім ғой. Офисқа келген кезде, мен жаныма келген кезде бірдеме сезесіңдер ма деп. Өткен мен 6 айдан сұрағам ғой, оянғанымды қаяқтан білем. Енді бірінші келіп жүрген кез. 6 ай сразу ойды, сен іздеме. Саған жаныңдағы адамдар айта бастайды деді. И сендерден помните сұрайтын едім ғой, не сезіп тұрсыңдар деп. Бір офисқа сіз кіріп келген кезде, как будто проблема бәрібір шешіліп кеткендей
тыныштық пайда болатын еді ғой. М. Тез арада прям сонда бір поле. жұмыс жасап жатқан кез екен ғой. Енді ол кезде біз түсіне алмадық қой оны. Кейін қазір енді тереңнен оянып түсінгеннен кейін сондай сезімдер келіп жатыр ғой. Енді қараңыз, осы айда мынандай бір күрделі сұрақ түсіп тұр. Қараңыз, енді менің өзім де сізге сол қарыз арқылы келдім, иә. Адамдар бізге былай айтып жатады: ойламаған жерден қарызға батып кеттім дейді. Бір сынақ келді деп айта ма, түсінбедім соны, сол қиналдым деп. Сонда бұл жағдайға адам не үшін түсіп кетеді? Мысалға қарызға батып кеттім, бір ойламаған жерден крупный суммаға деп айтып жатады. Бұл жағдайға сонда ол адамды не алып келеді? Қарызға батып Екі кеткен. көзқараспен айтайын, иә, ояну и қаржылық сауаттылық. Бірінші, әрине, егер былай қаржылық сауаттылық жағынан алатын болсақ, бір жерде где-то неправильно кетті. Договор, расчет дұрыс емес болып қалды деп айтайық, иә. Егер сауаттылық бұл жағынан айтатын болсақ, қарыз алмайтын кезде алып қойдың, мысал ретінде. Дұрыс емес партнермен серіктес болып қалдың. Екінші, ояну көзқарасымен айтатын болсақ, бұл жерде әрине эго құрған нәрселердің бәрін тазартады. Сен өміріңнен адамды да, ақшаны да бәрін алып қояды. Тап-тазасың сен. Жаңа лист боласың оянуда. Көбісі сұрайды ғой. Иә. Не болады деп. Оянудан алдын қандай белгілер болады? Осы белгі. Полный алып қояды сен бәрін. Сен өзің түсіндіре алмай отырсың. Қалай мен сеніп отыр едім ғой мына адамдарға. Мен негізі расчетым дұрыс болған. Қалай болды деп өзі түсіндіре алмай отырады. Енді осы жерде старыйдың бәрі кетті, жаңа бірақ әлі құрылған жоқ. Бұл жерде опасный моменттер бар да. Бірақ адам ол кезде қалай анықтай алады, егер сол нәрсенің бәрін эго құрды деп отырсыз? Қалай ол білуге болады оның эго құрғанын? Енді сен ішкі дүниеңе қарайсың ғой. Мен бағана саған сұрақ қойдым ғой. Иә. Ақша не үшін керек деген ба? И сен жауап бере алмай қалдың. Бұл жерде эго жауап беру де мүмкін да. Үй алу үшін кімге керек? Үйің жоқ па не? Бар. Иә. Машина алу керек. Машина алу керек. Дальше. Саяхаттау керек. Шетел көруім керек. Рестораннан тамақ ішуім керек. Күшті брендовый киімдер киюім керек. Не үшін? Эгоның қалауы ғой. Не үшін? Көрсету үшін болып тұр ғой өзін сонда. Айналасындағыларға. Вот. Мен осындаймын деп айту керек. Көрсету керек. Эгоның жұмысы ол. Эгоға енді біз ренжи алмаймыз ғой, оның жұмысы солай. Эгоны алып тастай алмайсыңдар деп мен әрдайым айтамын ғой. Эго бізге керек. Особенно еркектерге керек ол. Ер азаматтарға. Мощный керек. Мысал, жаңбыр жауайын деп тұр. Сен есептеп отырсың. Мен зонтик алуым керекпін, қазір жауын жауып кетуі мүмкін деп. Кім сөйлеп жатыр? Эго сөйлеп жатыр. Эго ғой, бірақ дұрыс функция жасап тұр. Дұрыс функция. Эго просто қазір құдай болып алды ғой. Бәрін оценка жасайды, бәрін отырды, центр болып алған қазір. Өзіңе просто сұрақ қойшы қазір, комментарий жазатын кезде де қазір да, көріп отырған адамдар. Кім сөйлеп тұр сенің ішінде қазір? Құдайың кім сенің? Құдайға сеніп отырмын деп тұрып жамандық жасайды ғой. Біреуге ашып айтып тастадым, бірдеме өзгерттім деп өзіне қазір эгосы еще не қылып қояды, как будто бір преступление раскрывать еткен сияқты. Мен осыны жақсы подтверждение беріп қояды. Иә. Іштеме, жазсаң жаза бер, жақсы да, жаман да комментарий. Ол біздің тек қана немізді көтереді, просмотрымызды көтереді. Сонда эго бүйтіп ойлап тұр ғой. Ол менке дұрыс, сендерге дұрыс емес. Комментарий жазып кетті, керемет болды. Әр адамның өзінің мемлекеті бар да, көзқарасы бар өмірге деген. Өмір осындай деп түсінді ол. Соның бәріне ілгісі келіп отыр да қазір. Сенке дұрыс емес, негізі өмір осылай деп барып қарындасына айтады біреу сіңілісіне айтады, біреу інісіне, біреу баласына. Сонда не, бала өзі өмірді познавать етуге не шанс жоқ па не? Соның айтқанмен соңғы ғана дұрыс па не? Соң көзқарасы ғана дұрыс па? 8 миллиард адам бар, жандарым ау. Поколение өзгеріп келе жатыр. Бәрі өзгеріп кетіп жатыр. Өзгерістер заңы дейді. Римский империя құлады. Ойлаңдар. Шыңғысханның империясы да құлады. Никто ничего не вечно. Тек тарихта қалып отыр. Наполеонның империясы да құлады. Гитлердің империясы да құлады. Сталиннің империясы да құлады. Бәрі құлайды.
ол сенің қазір мендегі көзқарасың өзіңе деген құрбаған емес, империялар құлап жатыр. Сен қазір ойлап отырсың менікі ғана дұрыс деп. Сонда бұл жерде өмір сүру керек, іштеме емес, бұл жерде бәрі құлайды, бәрі өзгереді. таққа заманда отырғызсыз ғой өзгереді, еганы, сонда таққа отырғызған адамдардың біз өзіміз болып тұрмыз ғой. Иә, мен алдыңғы подкастта айттым ғой, ол сенің дәджалың, сенің егің, потому что ол сені сыбырлап тұр ішінде. Ол сенің басқа адамдар сеніңкенше өмір сүру керек, сенің ойыңдағыдай киіну керек олар, сенің ойыңдағыдай сөйлеу керек. Мына темаларды мен айтпауым керекпін. Кейбір адамдардың ойы бойынша бір жерімді қысып үйде отыруым керекпін. Олардың ойы бойынша. Не үшін? Түсіндім. Иә. Бірақ енді қараңыз, ояну көзқарасымен қарасақ, қазір енді уже түсінік бар ғой бізде, например, комментарий жазып жатады, енді көріп тұрсың, ештеңе демейсің. Бұрынғы состояниемен қарасаң, ажырата алмайды да екенсің ғой егаңмен жазып отқаныңды. Дұрыс деп ойлап тұрсың да, потому что центр болып тұр ғой, сананы екінші орынға лақтырып тастағансыңдар. Сол үшін мен мына практиканы беремін ғой қазір, қолыңа қарашы деп. Сызықтарына қара. Иә. Кім қарап тұр? Апарш соңына дейін. Қай жақтан шығып тұр қаралым? Соңына дейін апарсам, как будто бір кім қарап тұр? Желкеден шығып тұрғандай бола ма? Дұрыс айттың ба? Иә. Таба алмайсың, иә? Осы наблюдение, қаралу барлық жерде бар. Осы негізі. Шексіздік сияқты қарап тұр. Осы бәрін қарап тұр. Все наблюдать. Бірақ араласпайды. И оны қайда екенін де таба алмайсың. Бірақ ол бар ғой, неге ұқсайды білесің ба? Тыныштыққа ұқсайды, иә? Көрдің бе? Иә. Ол тек бақылап тұр. Барлық сен движениең бақылап тұр. Егер осыны қазір мен қарап тұрмын дедің ме, эго өзіне присвоит. Иә, мен бұл практиканы күнде жасап жүрмін ғой, жаңа ойды бақылау, эмоцияны бақылау, эгоның жұмысын бақылау деген сияқты. Мен айтамын, қараған кезде атыңды алып таста, иә. Атыңды алып таста, в общем. Атты, как есіміңді алып тастайсың, болды, туған жылыңды алып тастайсың, болды, сен никтосың ғой уже. Лейла жоқ, туған жыл жоқ, ешкім емессің ғой, иә. Атқа ғана, историяға ғана, тарихқа ғана жабысып отыр эго, болды. Сол үшін сен барсың. Енді қараңызшы, мынандай жаңағы ақша темасын қозғап жатырмыз ғой. Сонда мынандай ұғым келіп тұр. Бұл да бір эгоның маскасы болып тұр екен ғой. Кедей адам, рухани бай адам деген. Сонда бай адамдар сонда білімсіз ба не, руханисіз ба не деген, сонда ол қалай болып, бұл да бұл эгоның маскасы болып тұр ғой. Конечно, эго әртүрлі өзін оправдать ету үшін сондай нәрселер өзіне қойып алған. Кедей ол, значит, осындай деп ше. Иә, қоғамда осы сөз тіркесі қатты дамыған ғой. Егер кедей болса, демек ол рухани бай адам. Мен мынандай сұрақ қоямын да, ақша адамды өзгерте ма? Ақша адамды өзгерте ма? Ақша адамды өзгертпейді. Себебі бұл жерде менің ойымша, ол адам ең басында сондай болған. Бірақ ақша келе, ол қатты ашылды ма? Сондай бір нәрсе болды деген ұғым дұрыс па? Иә. Енді мен кішкене дұрыстап жіберейін. Ақша адамды өзгертпейді. Ақша адамның ішіндегі болмысын ашады. Шынайы қандай ол? Келбетін ашады. Келбетін ашады, иә. Сол үшін кейбір адамдарға лучше бай болмай қою керек деймін. Эгосы до того қалыптасып қалған. Қанша жұмыс жасаса да ол эгосы берілмейді. Он такой говно устроит, негізі бар ғой мына әлемде, егер бай болатын болса. Ешкім сынап атқан жоқ. Әр адам өз-өзінен өмірін өзіне жасап алған қазір. Бірақ эгосы біреуге итермелеп жатыр. Солай өзін успокаивать етеді да, тыныштандырады. Біз сынақ қой, шыдау керек деп. Сынақ емес, өз-өзіңе жасап алдың қазір бәрін. Закон резонанса деген бар. Ішкі күймен жасап отырмыз. Әрине, ішкі күй тураланбай сыртта ештеме өзгермейді. Ішкі тұрақты әрдайым жұмыс істеп тұратын күйді айтып отырмын мен. Сен бір мастер-классқа барып қуанып эмоция жинап келген күй емес, ол жұмыс істемейді. Ол резонанс болмайды. Тұрақты, постоянно жұмыс істеп тұрған состояние. Иә, постоянно жұмыс істеп тұрған состояние. Сен әлемге сол состояние резонировать етіп тұрсың.
Иә, и саған ол қайтарады. Айна секілді саған қайтарып отырады соны. Бірақ бірден емес, определенный, мысалы сен бір ай қалай жүрдің, келесі ай нормальный саған адамдар кездесе бастайды, жұмыстар кездесе бастайды. Просто постоянно тұрақты ұстап жүру керек. Фоновый. Мен айтып отырмын, мен қазір рөлдемін да, бірақ мен өзі фоновый состояние мына жақтағы артта тұрған. Ол бір қалыпта, ол қуанбайды да, и күйзеліске де түспейді, бір қалыпта. Ояну көзқарасы. Иә, басында менде былай болатын еді, оянуға келген кезде дофамин іздейтін едім. Кешегі состоянием қайда, мен әлемді басқашалап көрдім ғой деп. Ол да уақытша екен. Бірақ ең соңында тыныштық, бір қалыптық қалады, болды. Иә, мен бір осы жерде бір практиканы жасап едім, сіз берген безмолвие деген. Сол практика маған да мысалға бір-екі рет түстім да, сол состояние ұнап қалды да. И кейін түсіндім, что ақыл, оказывается, сол состояние іздейді екен. Кейін өзімен өз потом жоқ болып кетті. Сол үшін бұл жерде айтқым келетіні, өздерің ішкі күйлеріңді өзгертіңдер, ақшаға деген көзқарастарыңды өзгертіңдер, убеждениемен жұмыс істеңдер, вообще жалпы ояныңдар. Қазір тұрақты деймін де, тұрақты бір мысал келтіріп жіберейін. Постоянно тегін нәрсе іздеп жүрсін. Көп қой қазір, тегін ба деп бізге жазып жібере береді, мысалы көп адамдар. Бізде қоғамда қатты дамыған осы. Соларға сұрақ қойғым келеді. Қанша болды осы состояние, тегін нәрсе іздеп жүргенде? Байқайсың ба деймін де сол адамдарға қазір. Өздеріне сұрақ қойсыншы. Өмір каким-то образом солай жасап қойды, олар постоянно тегін нәрсе іздеп жүреді. Демек табысы да өспейді. Өспейді ештеме, бермейді оларға. Әлем бермейді оларға. Оларға тегін нәрсе керек. Өздеріне өздері жасап алды да. Хитрит етем деп ойлады да эгосы, бірақ ловушкаға түсіп қалды. Себебі әлемнен тек тегін нәрсе іздеп тұр. Мен қазір любой осы тегін нәрсе іздеп жүрген адамдарға гарантия беріп айтам да, сен өмір тегін нәрсе іздетіп қойды, саған бірдеме төлетуге ақша бермей жатыр қазір. Төлейін десең төлей алмайсың. Себебі осы состояние резонирует етеді. Әрине. Сол үшін беріп те үйрену керек қой. Біреудің уақыты деген бар, иә. Білімін айтпай ақ қояйын, уақытының өзі бағалау керек қой. Әр адамның өзінің уақыты бар. Өзін сыйламаған адам бар ғой, адам емес ол. Ол хайуан. Хайуаннан да бетер. Егер өзін сыйлай алмайтын болса, өзіңді сол үшін мен айтамын ғой, жақсы көр. Жақсы көр емес, жақсы көріп қал. Өзіңе ғашық бол. Ғашық бол өзіңе. Сүй. Осы сен доходың қаншалықты өзіңді сүйесің. Соған байланысты, өйткені жан сенің ішінде емес қой, сен жанның ішінде, саған дене берілгенде, міне осы дене саған, осымен өмір сүр, осыны жақсы көр, осыны сүйіп өт деп ше. Олар өздерін сыйламай қойды ғой қазір эгоның арқасында. Біреудің көңілінен шығу, өзін қабылдамау, анау не дейді екен, мынау не дейді екен. Өйткені өзімде содан өттім ғой. Өзіңді қалай осының бәрін жібердім, қазір өзімен өз болып жатыр, болды. Араласпаймын да ештемеге. Просто процесстемін, болды. Махаббатпен процесстемін. Келдім, подкаст түсіріп жатырмын, болды, түсірілім болды. Эмоцияны да ешқандай жақсы жаман деп не қылмаймын. Просто процесс бар, махаббат бар, болды. Оценка жоқ, результат күту, нәтиже күту жоқ. Болды, кеттім. Өзі шығады. Махаббат бар демекші, жаңа сіз айтып отырсыз, адамның өзіне деген махаббаты қаншалықты соншалықты ақша табады деп. Сонда бұл жолда ақша үшін өзіңе ұнамайтын жұмысты істеп жүру қаншалықты дұрыс болады сонда? Дұрыс емес ол. Ақша үшін ол эгоның артынан еріп жүрсін деген сөз да. Ақша үшін өзіңе ұнамайтын жұмыс істеп жүрсін. Бір күн емес, бір күн сен шаршайсың. Ауырып қалуың да мүмкін. Кармалық түйінді байлап қоюың мүмкін. Әр нәрсе болуы мүмкін. Кармалық түйін демекші, ол егер сен сол жаңағы өзің ұнатпайтын жұмысыңа барып жүрсең, енді ақша тауып жүрсің, бір зарплата алып жүрсің, жалақы алып жүрсің, соның өзінде де кармалық түйін байлана беретін болып тұр ғой. Бірақ карма ол наказание емес, ол действие. Көп адамдар карма деген сөздің өзінен ойбай деп дірілдейді. Ол заңдылықтың бірі. Осы заңдылыққа келіп тоқтайыншы менше, қазір есімнен шықпай тұрып. Маған айтшы,
көп дұға жасаған адамға ақша келе ма, немесе бір әлемдік бір ақшаға байланысты заңдылықты білген адамға ақша келе ма? Екіншісі ғой. Вот. Заңдылықты өзінің өміріне Сен енгізіп, мың сонымен рет жұмыс жасады. қазір дұға жасап, таспих тарт, басқа да тажахудқа тұр или былай, ол жұмыс жасамайды. Неге кейбір адамдар бай болып жатыр? Просто олар заңдылықты біледі. Осы ақша заңы бар, әлемнің заңы бар. Құдайдың осы әлемге берген бір жүйесі бар да, божественный система. Осы жұмыс істеп жатыр. Бұны алдап өте алмайсың никак. Ол да только миллиметрге дейін есептеліп тұр. Сол система күзді, қысты, көктемді, күнді бәрін бақылап отыр. Айды, теңіздерді, толқындарды система бақылап отыр. Барлық құбылысты жасап отыр. Болды. И адамдарға айтып қойған, осылай жүрсең, сенде мынандай нәрсе аласың. Бәрі жазылып тұр да. Не то жаңағы беріш, көмек беріш. Егер ол берші жұмыс істейтін болса, баяғыда байып кетпейміз бе? Не бір нелерге тұрдық қой. Байқайсың да, біреу вообще шетелдегі біреу әшейін миллионер болып жүр да. Вообще намазға да, вообще басқа нәрсеге де қатысы жоқ. И просто айтамыз, бұл сынақ қой деп өзімізді успокоить етеміз. Ешкімді сынап атқан жоқ. Тоқтаңдаршы, пожалуйста, өтініш. Алла сендер тек жақсы көреді, сүйеді прям. Сендер прям сынап атқан жоқ ол, қиналсын деп. Өздерің сынап жүрсіңдер. Сынақ деп айтудың өзі жауапкершілікті арттырып қой ғой, басқа. Конечно. Аллаға арттырып қой. Сен просто қарасаң, может, бір жерде дұрыс емес расчет кеткен шығар. ДТП-ға түсіп қалдың, может, скоростьті превышил, көтеріп жібердің. Жол ережесін бұзып жібердің. Қыстың күні көк тайғақта, мысалы, покрышкаңды ауыстырмай шықтың. Соғысып қалдың да, потом сынақ деп отырамыз. Басқа жақтан қарап көріңдер деймін. Ешкімді сынап атқан жоқ. Өмірлеріңе қазір алыңдар да, болып жатқан ситуацияны просто трезво бүйтіп санамен басқа углдан, жан-жақтан қарап үйреніңдер. Тек сынақ емес. Болды, мен сынап жатыр. Ешкім сынап атқан жоқ сені. Сені тек жақсы көреді. Сынап жатыр деген енді бір убеждение соп тұр ғой өзінің. Конечно, солай кішкентай шығамай отыр сол убеждениеден. Құйып қойған. Өзім де содан жүрдім ғой. Әрең шықтым бар ғой. Сынақ. Бірақ бұны білім шығарады да, көрдің бе? Ізденіс шығарады ғой. Ситуацияға жан-жақтан қарау, соған деген түсініктің, проблемаға деген көзқарастың өзгеруі ғой. И мынау божественный, Құдайдың жүйесін білген адам бар ғой. Осымен жүретін болсаң, бәрі келеді саған. Секреттер бар. Бірақ ол Құдайдың жүйесі дейсіз, егер біз әлемдегі миллиардерлердің санын алатын болсақ, 3800 ба, бүгінгі күнге дейін 3600 ба, есімде болмай тұр. Сондай адам ғана сол құрылымды біліп тұр деген ұғым ба, или бұл қалай болған сонда? Миллиардер болу, мен саған айтайын, ол кездейсоқтық бір системаны білген адамдар. Ол болам деп боламайсың миллиардер. Өте қиын ол. Ол 1000 есе қиын, миллионер болудан да 1000 есе қиын. Сол үшін 3200 ғана миллиардер бар да. Точно цифрасын білмеймін, примерно сондай. Миллиардер ғана бар. Дүние жүзі бойынша. Өзің ойлашы, 8 миллиардтан 3200 адам. 0,00000% болып тұр ғой. Бір 20 миллионға жоқ, примерно шатасып отырмын ғой. Миллионер бар, долларовый. Оянуда ол мелочь оның бәрі. Егер мен сен ондай бір сұрақ қойсам, ояну көзқарасымен де қазір алып көрейік. Егерде оны просто қаламайсың ояну көзқарасымен ондай. Просто өмірді көріп отырсың, бәрі ішіңде. Мен сізге сұрақ қойған жоқпыз, маған неғып жауап беріп қойдыңыз уже? Сұрақ қойған жоқ, сіз менің сұрағыма жауап беріп қойдыңыз. Қойшы. Осы сұрақты едім не? Мен мынандай сұрақ қойын деп отырмын. Білмеймін, шығып кетті. Сіздің шотыңызға елестетсек, например, 1 миллиард ақша түсті деп сұрақ қойын десем, сіз уже ішкі күйіңізбен маған сол сұраққа жауап беріп отырсыз да? Бұл жерде просто әлемді қарайсың, Құдайды ішінен сезесің деп,
просто өмір сүресің, болды, ол сен миллиард бірдеме қызықпайсың. Келе ма өзі келеді, келмей ма келмейді, болды. Потому что сен қарап тұрсың, сен ішінде галактика, әлем, өмір бәрі. Даже мынау дене де соның ішінде тұр да, кеңестіктің. Так, енді Білмеймін бұдан қараңызшы, артық қандай саған. сезім керек деңізші. Не, Егер дейді ақша сенің ішкі күйіңнің айнасы болса, жаңағы сіз резонанс заңмен айтып кеттіңіз ғой, ішкі тұрақты күйіңнің айнасы болса, бүгінгі табысың сенің санаң туралы не айтып тұр дейді. Санаң деген жаңағы біздің мышлениеміз ғой. Сонда ол айналып келгенде сен өзіңе деген махаббатыңды, өзіңді қанша жақсы көресің, соншалықты ғана табыс тауып тұрсың деген. не ол бағана айтып кеттік қой, бұл сұрақ жауабын екі түрлі қылып айттық қой. Мгм. Сананың қалауы, эгоның қалауы. Елеке біз енді жаңа ақша тақырыбын талқылап жатырмыз ғой енді. Сонда бір байқағаным, егер адамда бір ақшамен мәселе болып жатса, бұл мәселе оның отбасына да тікелей әсер ететін сияқты. Сонда бұл екі адамның қарым қатынасы мен ақшаның бір-біріне байланыс деген неге соншалықты қатты болып тұрады? Өйткені еркекке, ер азаматқа әйелдің болмысын түсіну керек та. Әйел азаматы, әйел күйеуінің болмысын білу керек. Бұны Карл Юнг айтады ғой, анима и анимус дейді да. Женский началоны ер азамат жақсы түсінген кезде и әйелі күйеуінің болмысын түсінген кезде мощный синергия кетеді. Осын түсінбейді ғой. Әйел не қалайды мысалы? Болмысын түсінген кезде дегенде Әйелдің толықтай қалауын- қабылдау ма? Иә, әйелдің қалауын айтып берші просто. Енді әйелдің көзқарасымен алатын болсақ, мен пока ештеңе айта алмаймын, себебі мен ол жақта әлі болған жоқпын ғой. Но бірақ көп естіп жатамыз ғой қоғамда. Өзіңнен ішіңнен айтса, не қалайсың өзің? Не талап етесің ер азаматтан? Күйеу таңдаған кезде Енді ертең қауіпсіздік, отбасын асырай алатындай жағдайы болса, вот ең бірінші көрдің ба? Безопасность. Әйелге керек. Ер азамат осыны түсіну керек. Әйелге не керек? Ең бірінші қауіпсіздік, безопасность керек. Потом комфорт керек. бағана Осы екі нәрсе, екі нәрсені ер азамат түсіну керек әйелге. Осыны бір-бірін түсінген кезде бар ғой, мощный болады, синергия болады. Ер азаматқа не керек? Ер азаматқа Әйел түсіну керек те соны. үйдегі жайлылық керек. Отбасылық жайлылық қой енді. Жарайды, оны да қосайық. Тағы ең мощныйын айтсай. Ең мощный дейсіз ба? Признание керек. Признание. Признание керек. Мақтау керек. То есть ер адамға деген мотивациясын беру керек. Конечно, ол танкі ғой. От алмай тұрды ол, просто от алдырамайды әйел. Әйел соны от алдырып жіберетін болса кетеді ана. Танкі от алып алатын болса тоқтата алмайсың. Сол үшін әйелдерге айтқым келеді. Юнг айтпақшы, ер азаматтың началасын білу керек олар. Мужской начало. Не керек? Признание керек. От алдыру керек оған. Миды жемеу керек. Миды жеугені ойлайды, миды жей бергеннен ол от алып кетеді деп ойлайсыңдар ма? Ол дальше гаситься етіледі. Ол істегісі келмейді, ол сынады уже. Сол үшін оны от алдырып жібересің да, жақсылап майлап, солярка, бензинін құйып, от алдырып жібересің, ол там танкі деген білесің ғой, кете береді ол уже, қарамайды. И болды, осы егер әйел мен күйеу осы екі нәрсе бір-бірін ішкі жағдайын сезініп тұрса бар ғой, мощный синергия болады. Сонда бұл жерде мақтай берсеңдерші күйеулерің, жаным ау деді, сен болмағанда не істер едік деп кетті, мақтап кезінде былай қазақта мақал бар ғой, байлар құлдарын мақтап өлтірген деген сияқты. Естігесің ба? Иә. Солай істеген кезінде сен молодецсің десе кетеді анау. Тек признание керек қой сонда. Соны признание ғой қазір. Мощный признание керек ер азаматқа. Сол кезде ол от алады. И вообще айтқым келетіні, әйелдің территориясы, вообще үйді, жұмыс істейтін территориясы, ол сол жерде бастық, ол басқарады. Үйдің ішінде. Үйдің ішінде болды. Әйел сыртқа шыққан кезде ғана демалады. Сыртқа шыққанда, құрбыларымен кездескенде, кофе ішіп, шай ішіп. Демалады, сол жерде демалады. Үйде әйелдің территориясы, жұмысы оның.
Ал еркектің территориясы далада. Сол үшін мен айтамын ғой, бір жерінен бір теуіп далаға шығарып жіберіңдер ер азаматты. Болды, ол далада жүру керек. Сол жерде жұмыс істейді ол. Үйге келіп тынығады. Вот, оның демалатын жері үй. Соны әйел түсіну керек, миын жемеу керек. Үйге келді ме, ол демалуға келді. Болды, қалай демалып алды, чайын берін, тамағын берін, болды. Демалып болған кейін уже, айналайын, давай, ушел, далаға шығып жүру керек болды. Далаға шығады, ол өзі покорять етеді ол. Покорять ету керек ол. Бұл жерде сонда әйел адамның ішкі күйі мысалға состояние деп айтып жатыр ғой бағанадан бері. Сонда сол ішкі күйі ер адамның табысына тікелей әсер етеді деп тұрсыз ғой сонда, иә? Дұрыс түсіндім ба сізді? Энергиясына әсер етеді. Табысына емес, энергиясына. Иә, табысына ер азамат тек өзі ғана әсер етеді. Өзі ғана, өзінің стратегиялық ойлау қабілеті, өзінің эгосы, дұрыс эгоны пайдалансаң бар ғой, ер азаматқа вот эго конкретно керек негізі. Бірақ дұрыс пайдалану керек та эгоны. Мен айтамын ғой, эго құдай болып алғанда, құдай емес, оны құл қылу керек. Қай жерде қандай выгода тұр, мысалы, прибыль, табыс тұр, бәрін заранее көріп отыру керек. Жақсы идеялар келіп отыру керек, ой келіп. Потому что мына құдайдың заңы, табиғаттың заңы выживает, сильнейший дейді ғой, мықтылар ғана выживать етеді бұл жерде, табады. Анау ұят болады, мынау мынандай болады, ондай емес. Сен выживать етуің керек, сен болмысың сондай, сен ер азаматсың. Мына жерде қалай бөлуге болады? Бірақ біреуге зияныңды тигізбей, и өзіңе зияныңды тигізбей. Осы нәрсені оянған адам всегда түсіну керек. Болды. Любой нәрсе істе, бірақ ешкімге зиянын тигізбей, өзіңе де зиянын тигізбей. Өзіңе ущерб жұмыс істеме, біреуді кармасына кіріп кетпе. Қағам, бәрін істе. Мен айтамын ғой, ұялмаңдар ақша табудан. Ұялмаңдар, істеңдер. Бәрі игра мынау өмір деген. Ойын әшейін, ойын, система жоқ іштеме негізі. Ол жақты просто айта бергім келмейді да, түсінбейді бәрі мені. Сол үшін ойнаңдар. Тек ешкімге зиянын тигізбе, бол, ойнай бер. Ұялма іштемеден, істеу керек па, істе. Просто жасай бер. Сату керек па, сат. Жасай бер, күтпе. Іштемен процессте бол, постоянно процесс. Нәтижені вообще тапсырып таста Аллаға, болды. Тек махаббатпен процесстесін, болды. Ұяласың ба, бірақ нәрседен ұялшы. Ақшасыз отыруды. Ақшасыз өтуден. Иә. Енді мына жерде айтып кеттіңіз, жаңа сұрақ қойын деп жатыр едім. Әйел адам ер адамға мотивация беріп отыру керек, былай признание беріп отыру керек дейсіз. Осы жерде әйел адамға қалай ажыратуға болады? Мотивация беріп отқанын немесе контрольға кетіп қалған мысалы болады ғой, контролировать етіп, қайда жүрсің, не істеп жатсың. Хотя әйелге де қауіпсіздік керек, комфорт керек, көп ақша тапқанын қалап тұр, бірақ осы жерде қалай шатастырып алмауға болады контроль мен мотивация беруді? Енді әйел эмоционально ғой, ер азамат рационально. Сол үшін қалай ажыратасың? Давлениені чувствовать етесің ғой сен. На тебя давят или признают? Сені давить етіп отыр ма, қысып жатыр ма? Қысымды сезеді ғой ер азамат бәрібір. Сол кезде әйел өзінде сезу керек та, мен қысып жатырмын ба, немесе признание беріп мақтап жатырмын ба? Осы жерде әйел адам ажыратамай қалып жатады ғой, мен көп жағдайларды көріп жатамын да. Просто эмоционально айтып отырмын ғой. Эмоциямен шешім қабылдап тұр, иә? Эмоционально, еркектер рационально. Эмоционально болсын, сен ақылды әйел болма деймін да мен. Мудрый әйел бол. Ақылды әйел ол өзімен өз ақылын дәлелдеп, анан ер азаматын тығып жібереді тағатын жерге. Мудрый әйел аккуратно, әдемілеп, анан оталдырып, бәрібір өзінің ішіндегіні іске асырады. Бірақ басқа жолмен. Миын жеп емес, аккуратно оталдырады оны. И ондай әйел болу үшін, бұл негізі өмір туралы бар ғой. Айтатын болсақ, өтте мынандай жолдар көп қой бұл жерде. Лабиринт қой өмір деген, таза. Әр түрлі схемалар бар. Мен просто өзімнің көзқарасымды айтып отырмын, иә. Әйел енді әйелдерге айтқым келетінше, кішкене секрет болу керек өздерінде. Женский шарм. Ер азамат полный әйел өзін ашып тастамау керек та. Бір секрет тұру керек. Жұмбақ болу керек десеңші. Ер азаматтың бір интерес тұру керек, ана оталып жүре беретіндей.
изюминка бір үйге қайтқысы вишенка на торте деймін ғой мен. иә Сонда үйге қайтқысы келіп бір нәрсе тұру керек. Всегда доступны емес. Сонда от алып жүреді, шаршамайды анау. енді қараңыз, осы жерде жаңағы женское начало мен мужское началоны түсіну керек деп жатасыз ғой. Сонда қоғамда енді көріп жүрміз ғой, айналамыз бар, ортамыз бар дегендей. Сонда кейбір ер адамдар үйленгеннен кейін қарап тұрсаң бір табысы көтеріліп, кәдімгідей бір дәрежеге жетіп кетеді. А кейбір адамдар үйленгеннен кейін керісінше төмен түсіп жатады. Бұл жерде сонда тоже әйел адамның әсері бар ма ішкі күйінің? Жоқ, әйелдің ешқандай әсері жоқ. Әйелге ол ер азамат просто сылтап отыр ғой. Просто өзін істей алмайтын тірліктерін просто әйелге сыра салғысы келіп тұр да. Айтып отырмын ғой, ер азаматтың табысына ешкім әсер ете алмайды, өзінен басқа. Ер азаматтың табысына өзінен басқа ешкім әсер ете алмайды. Потому что бұл жерде көрдің ба, ер азаматтарда бөлінеді ғой. Альфа деген бар, бетта деген ер азаматтар бар. Тоқтаңыз, альфа, Гамма деген ер азаматтар бар, омега деген. Бұны негізі ученыйлар қасқырды зерттейді ғой. Содан алып қойғанда ол жерде де иерархияда қасқырдың вожак арланы бар. деген Иә, сияқты. қасқырдың арланы болады екен да. Бізде де тура соған сәйкеспіз да. Ер азаматтарда арланы бар да. Табиғат Көп- сәйкес. Иә, көп әйелдер негізі именно осы альфаға ұмтылады да. Альфа бірақ ол өзінің кәсібіне берілген азаматтар. Олар вожактар. Олар ешқашан әйелге мойынсұнбайды. Альфа деген, вожактар деген жаңағы артынан ергіздіретін адамдар ғой, лидерлар. Иә, лидерлар, духовный лидер, мемлекетті басқарып, жалпы айтсақ, өзіне жауапкершілік алып, артынан адамдарды ертіп жүрген адамдарды альфа дейді. Көп әйелдер армандайды сондай еркекті ше. Альфаларды армандайды дейсіз, бірақ альфаның жанында қорқады шыдай олардан. алмайды, иә? Иә, қорқады олардан. Өйткені альфа бағынбайды ғой. Альфаның ойында тек қана бірінші орында әйел емес, семьясы емес, бірінші орында бизнес, ақшасы. Ал әйелге эмоция керек, иә? Иә. Осы жерден ол альфаның уже энергиясынан қорқып тұрады екен ғой сонда, иә? Энергиясын. А бетта жайлы не айтыңыз? Романтик емес қой. Бетта, тағы не айтыңыз? Гамма, Бетта бұл омега. альфаның ресурстарын жалпы охранять ететін адам дейді, күзететін адамдар дейді ғой. Олар да мощный негізі, мощный. Бетта, Бетта мощный. Потом бетта гаммаға и омегаға альфа болды. бетта, гаммаға, омегаға Альфа болып есептелінеді. А сонда гамма мен бетта кім болды? Гамма мен бетта жоқ. ол Омега мен бетта дедім, шатасып қалдым ғой мен. ондай да категория ер азаматтар бар ғой, ештемеге ұмтылмайды, ештемеге не. Тек әйелдің айтқанын жүретіндер, Олар иә? удобный да, бірақ әйел одан шаршайды да. И ол айтады, мен осы күйеуімді таскать ете беріп шаршап кеттім дейді. Өзіне жауапкершілік алғысы келмейді олар. Бірақ любой омегада, біздің кезде айтайын да, омегада, беттада бұлар альфа бола алады. Өзінің Табиғатын түсінсе ма? табиғатын түсінсе. Выживает только сильнейший деген ғой табиғат. А гамманың жанында мен түсінігім бойынша табыстың көп бөлшілігін әйелі табады деген отбасылар ғой сонда, иә? Бірақ гамма деген орын ауысып кеткенде әрине қиын болады. Мен бұл жерде ер азаматтарға айтқым келетіні, егер әйелің сенен көп ақша тауып жатыр ма, жаймен билік соған өтіп кетеді. Үйдегі. Сезбей қаласың, бірден болмайды ол. Бірінші сен одан ақша сұрай бастайсың, жаным ақша бере тұршы, машине майын ауыстырып алайын, дөңгелегін ауыстырайын, мә дейді. 5 жылдан кейін уже қарайсың, полный үйдегі шешімді уже әйел қабылдап отыр ғой. Қалай ремонт жасау керек, қандай машине алу керек, қандай үйге көшу керек, көшпеу керек. Сен билікті жоғалтып алдың уже. Шындық ауыр болса да. Бұл жерде
енді қоғамда айтып жатады ғой әйелінен қорқады екен деп. Сонда ол қорқады емес, просто өзінің табиғаты сондай болып тұр ма? Иә, билік ақша кімде сол шешеді да болды. Сол үшін көбірек табыңдар деймін, шығыңдар далаға. Бірақ әйел ондай қарым қатынаста шаршайды. Шаршайды, әрине, ол еркектің рөлін өзіне алып алды ғой, көрдің бе? Рөлдер ауысып кетті. Жауапкершілікті алып қойды ғой мойнына. Өзіне алып алды да, Иә, ер азаматты теппеді, бар шық деп. Бұл істей алмайды деді де, өзі шешім шығарды да. И оны үйде отырғызып қойды, ол әйелі рөлін алып алды ғой, уже ер азамат. Үйден шықпайды болды. Орындар ауысып кетті ғой просто. Орындар ауысып кетті. Қиын ол. Бірақ сіз жаңа айтып отырсыз, альфа біздің лидерлар деп. Сонда гамма мен омега альфа бола ала ма? Альфа мен бета аз ер азаматтар. Әрине бола алады. Колоссально жұмыс істеу керек өз-өзіне. Өзінің ішімен күресу керек, эгосымен күресу керек, дұрыс қою керек, құр анализда отыра бермей. Өзінің болмысын зерттеу керек, ояну керек. Мынау Құдайдың жүйесі бар деп жатырмын ғой, осы заңдардың бәрін білу керек наизусть ол. Егер действительно альфа болғысы келсе. Анау болады, мынау болмайды, анау алаяқ, мынау мындай деп іште эгомен шешім қабылдап отыра бермей, іс-әрекетке шығу керек сыртқа. Сол омега мен гамманың шешімдері туралы сұрайын деп отырмын, қайтадан жауап беріп қойдыңыз ғой. Сонда олар да сол эгоның арқасындағы шешіммен отыр ғой, жауапкершілікті басқаға сырып қойып. Иә. Бірақ қараңыз, если гамма мен омега альфа бола алады десеңіз, ал альфа ер адам гамма мен омегаға түсе ала ма сонда? Түсе алмайды, бірақ әйел альфа еркекті сындырып тастауы мүмкін. Егер екінші фронт ашылатын болса, айтып отырмын ғой, альфа ол далада покорять ету үшін, ақша табу үшін шығады ғой. Бір фронтта война ғой, ол соғыс. Добытчик. Иә, добытчик. Ол қай жерде табыс тұр, қай жерде не тұр. Ол автоматтық түрде уже бәрін қарап, зерттеп жүр да, қай жерден қанша ақша табам деп. Это тоже соғыстың бір түрі ғой негізі. Өзіне үйге бір добыча алып келу керек. И ол бәрін істеп келді, үйге келді. Үйде екінші фронтта, демалудың орнына екінші фронт ашылып алған. И сонымен жәмен қыбыр-жыбыр миды жей бастайды. Альфаларды сынады ғой. Железный емес ғой. Екі фронтқа жұмыс істей алмайды. Миды жеу деген жаңағы контроль, психологический давкалар болып тұр. Давка, там енесі бір тиісті, тещасы, там атасы бір тиісті, тағы бір әйелі келді, тағы бір өзіне қатысы жоқ бір проблемалар іліп тастады анаған. Аны уже ана ойды да ойлау керек, сыртта да ойлау керек ше. И альфалар сынып қалады осындай кезде. Не только сынады, олар жабылады просто. Мотивация кетіп қалады ғой. Иә, олар и шыққысы да келмейді, и үйде де отыра бергісі де келмейді, короче. Біреулер ішіп кетуі мүмкін осындай кезде. Әртүрлі жағдай болады. Біреулер үйге қамалып алады, сөйлескісі келмейді, ешкімді көргісі келмей қалады. Сонда навязывать ете береді. Егер альфа ер адам омега бета бола алады, точнее сол состояниеға түсіп кете алады, кетуіне әйел адам ықпал етеді деп тұрды. Сонда әйел адам бұл жерде ер адамды өзгерткісі келіп тұр ғой? Иә. Өзгерткісі емес, бұл солай да түсінуге болады. Өзгерткісі де келіп тұр, и үйде де екінші соғыс ашып қойды оған. Демалыс жоқ ода. Әйел адам властьті өзіне алғысы келіп тұр ғой сонда, дұрыс деймін? Иә. Власть деп айтамыз ба, қалай айтсақ болады, жай тілмен түсіндіргенде? Власть емес, альфаның, жалпы арлан азаматтың жауапкершіліктері өзіне и так жетеді ғой оның. Иә. Соған араласып кетті да әйел. Еще куча мәсаған тағы, ана, мирді құтқар деп тұрды оған. Мирді құтқару возможно ма? Невозможно ғой мирді құтқару. Әркім өзінің кармический отработкалар бар, сол үшін айтамын ғой, спасательство кірмеңдер біреудің спасать етем деп. Сол үшін мен өзімнің нелеріме, мысалы, тегін менде жетеді ғой, мысалы, Инстаграмда бар, Ютубта бәрі, осылардың бәрі тегін ғой. Эфирлар, иә. Бірақ өзімнің уақытымды құрметтеп, определенный ақша қойып қойғам. Иә, менімен сөйлесу үшін осынша теңге, пожалуйста, төле. Саған действительно керек болса, сен келесің.
мен кіргім келіп тұрған жоқ та олардың кармасына. түсіндім, иә. Сонда жаңағы әйел адам альфа адамға тұрмысқа шығып, бірақ оны кейін бір определенный действиялардың арқасында оны гамма қылып жібергеннен кейін бұл жерде уже ажырасудың да несі келіп тұр ғой. Ажырасу бұл тонкий нәрсе, ол жерде көп этаптардан тұрады. Ажырасудан бірінші ер азамат та әйел де өзіне сұрақ қою керек. Мен бұған беретін нәрсені беріп батырмын ба деген. Бұның қалауын орындап батырмын ба деп. Бұл жерде мысалы мен жақсы көріп қалдым деді, бір жігітті, қыз. Иә. Ол оны жақсы көріп тұрған жоқ. Ол өзінің сол жігіттің қасындағы состояниесін жақсы көріп тұр. Обратно алып қарайтын болсақ, терең зерттейтін болсақ. И жігіт айтып тұр, мен қызды жақсы көріп қалдым деп тұр. Ол қызды жақсы көріп тұрған жоқ. Ол сол қыз соның қасында жүрген күйін жақсы көріп тұр. Обратно өзін жақсы көріп тұр. Жоқ, күйін жақсы көріп тұр болғанда шын сүйіп қосылдым деп жатады ғой. Не үшін? Терең зерттеші. Тоқтаңыз, миым жетпей қалды ғой, тоқтаңыз. Шын сүйіп қосылдым деп айтады, иә? Нені сүйді? Давай терең зерттейік. Қазір мен өзімнің тәжірибемнен көрейін енді. Шын сүйіп қосылдым. Өзінің сол адамның қасындағы ішкі состояниесі, иә? Иә. Сен сол адамның қасында қандайсың, сол күйінді өзің сол күйінді. жақсы көріп. Бір қыз жігітті не қылып тұр ғой, мысалы, осы жігітті мен жақсы көріп, жоқ, ол оны жақсы көріп тұрған жоқ та, соның қасында жүрген сезімді жақсы көріп тұр, күйді жақсы көріп тұр, состояниені жақсы көріп тұр да, безопасностьті жақсы көріп тұр. Бірақ бұл енді естіп жатамыз ғой, қоғамда көп қой қазір ажырасу мәселесі деген, енді оның ең басында ақша тұр деп айтып жатады мысалға. Мына жерде қазір былай алып қарасақ, сол состояниені жақсы көріп тұр дейді. Бірақ ажырасып жатқанда екеуі бір жанжалдасып, бір-бірін көрмес деп жатады. Бұл жерде сонда Осы мен басында айтып өттім ғой, не үшін ажырасып жатыр? Потому что бір-бірінің ішін көрмейді. Мен не бере алам? Сол күйді беріп тұр ма оған ол? Тоқтаңыз, бұл жерде менің түсінгенім бойынша екі әйел адам мен ер адам қосылған кезде бір определенный иллюзия құрады ғой сол адам туралы, иә? Иә. Сол адамның сол иллюзия арқылы иллюзиядан не пайда болады? Ожидание пайда болады. Ожидание пайда болады, иә. Мынау маған безопасность беру керек, керек. мынау маған комфорт беру керек дейді, иә? Қыз мысалы жігітке. Әрине. Иә. Жігіт ойлайды, мынау үйде отыру керек, әр екі үй жұмыстарын істеу керек, бала туу керек дейді. И екеуінде ожиданиясы бар. Осы ожидание орындалмайды. Не басталады? Конфликт. Иә. Потом конфликт неге өтеді? Обвинение. Обвинение. Кінәлау. Кінәлаудан кейін неге өтеді? Жертва. Иә, жертваға түседі. Болды. Сонымен ажырасады. Содан кейін Ожидать етпеңдер, қабылдаңдар деп отырмын ғой. Қабылдаңдар, бір мақсат қойыңдар. Жоқ, қабылдаңдар дегенде бұл жерде енді мынандай түсінік қой. Ожидание деген кезде екеуі бір-бірін өзгерткілері келіп тұр ғой, өздерінің ожиданиясына байланысты. Келіп тұр да, өзінің бір осы әлемге деген көзқарасын ананы тығып алғысы келеді, екінші стороннан ше. Тықпа, просто ол қандай сондай қылып қабылда. Еркіндік бер. Иә, сонда мощный союз болады. Тықпа өзіңдікіне. Оның өзінің әлемі бар, өзінің границалары бар, сенің өз әлемің бар. Шешіп алыңдар екеуің отырыңдар да. Сен не жақсы көресің де. Ол айтады саған, мен мынандай. Не армандайсың сен? Ол өзінің арманын айтады, сен өзің арман. Давай екеуміз сосын біріктейік те бір жолға түсіріп алайық, бір ворота ойнайық деп. Егер екеуі бір-бірін толық қабылдаса, өзінің жаңағы бір-бірінің армандарымен бөлісіп, соған деген сыйластық туындаған кезде, ол бірақ ары қарай болашағы бар деген сөз ғой, сонда дұрыс қой, иә? Махаббат бар жерде бәрі бар ғой. Тек махаббат, түсінбеушілік болу керек. Түсінушілік пен махаббат бар жерде барлық нәрсе бар. Мен айтамын ғой, қазір просто күйеуіңе бар да, или әйеліңе ұйықтап жатқан жеріне қарашып деп, біраз асықпай, осознанно қарап тұр да. Іште сез, махаббат бар ма? Қаншалықты мен бұл адамды жақсы көремін, иә? Деді, қаншалықты мен жақсы көремін. Махаббат бар ма? Махаббат жоқ жерде ештеме жоқ, құт береке де жоқ, благо да жоқ. Содан кейін ажырасу ар жағында уже келіп. Береке жоқ. Береке жоқ, иә.
әдет қалады, привычка қалады просто болды. Себебі сол брақты определенный бір иллюзиямен құрған кез ғой сол. Махаббат бар жерде бар ғой, страсть бар жерде батырлар туылады мен сендерге. Батыр балалар. Альфалар туылады, иә. А, Сондай семьялардан шығады. Скандал, ана, мынау бір-бірін қырып, жойып, властьқа таласып жатқан жерде, ол жерде ондай бала туылмайды, тек махаббат бар жерлерде туылады. Страсть дейді ғой екі адам бір. Жақсы көріп қосылады ғой. а енді ояну көзқарасымен қарасақ шал, например, Мен мысалы. ояну көзқарасымен айтып отырмын. Уже айтып беріп отырсыз ба маған? Жоқ, ояну көзқарасында мен деген тұлға мысалға личность жоғалады, эго екінші орынға түседі. Сонда қарым қатынаста әйел адам, ер адам сонда кімді жақсы көріп жүр? Осы ояну көзқарасымен түсіндіріңізші. Жақсы көру бар, рөлдер ойнай алады. Әйел өзінің рөлін ойнайды, еркек өзінің рөлін ойнайды. Мә оянғандарда мощный союз болады ғой. Кінәлаушы адам жоқ. Давид ететін адам жоқ. Бәрін какес қабылдайды. Жақсы жаман деп бөлмейді. Проблема келіп тұр ма, келіп тұр. Жақсы нәрсе келіп тұр ма, келіп тұр. И барлық эмоция бар. Айтады да бұл көп адамдар. Оянған адам, просветленияға өткен адамдарда сізде сондай не жоқ па, не эмоция. Бүкіл эмоция бар. Бірақ осы эмоциямен бірігіп қосылып алып страдать ететін адам жоқ та. Бәрі бар, өмір бар, эмоция бар, махаббат бар. Су ішесің, сезінесің, қарайсың, бәрін различать етесің. Өмірдің өзі болып алғасың да сен уже. Тек өмір сүру бар болды ғой сонда. Иә, болды. Без оценки, без анализа, қалай болып жатыр, солай болып жатыр, мә дейсің ғой. Өмір өзі алып келіп бара жатыр да сен ше. Ештеме достигать етудің де қажет жоқ. Бәрін жіберіп тастағансың. Өзімен өзі болып жатыр. Процесстесің де тек. Махаббатпен жұмыс істеп жатсың, көмек беріп жатсың біреулерге. Қуанам қазір, көп адамдар өзгеріп жатыр ше. Не бір өздеріңді алайықшы мен элементарно 100 миллион қарыз ема. Қуанышты жүрсіңдер. Қарыз өзімен жабылып отыр ма? Жабылып отыр. Иә. Әрекет бар, нәтиже аллада. Болды. Енді қараңыз, ояну көзқарасымен екі оянған адам түсінікті. Егер былай болса, например, оянған әйелі оянды, ер азамат әлі оянбады. Бұл жағдайда союз қалай болады? Оянған адам ешқашан біреуді оятып алам демейді, ол эго уже, духовная иллюзия. Оянған адам просто ер азаматына қарайды, былай. Сен әлі өмірдің ойынына тойған жоқсың ғой. Уақыты келеді, бәрі оянасың дейді. Болды, ол стараться етпейді, оян, сенке дұрыс емес, оказывается, ояну бар екен деп жатпайды, ол просто қарайды, бар. Өткен мен саған айтайын да бір нәрсе. Адам өлерден алдын бәрі оянып кетеді. Өлерден алдын адам өз кім екенін ұмытады уже. Атын жоғалтады. Ойлап отыр ғой, мен оянбай кетемін деп. Оянып кетесің сен. Все уже спасены деп Иса пайғамбар айтып кеткен ғой. Иә, құтқарушылықпен айналыспаңдар. Бәрі уже құтқарылған. Бәрі құтқарып қойған уже негізі. Енді оянған адам сол қарайды, қабылдайды дейсіз. Ал осы отбасында біреу оянып қойды демек, мысалы, ер адам оянып қойды да, бірақ әйел оянбады. Әйелінің ана оянған адамға деген көзқарасы қалай болады екен? Тура солай, бағанағы мен айтқандай, просто наоборот. Поле жұмыс жасап тұра береді, болды, иә? Иә, поле жұмыс жасайды. Мен өзімнің әйелім де мысалы оянбады ғой. Мен оны қинап жатырмын ба не? Жоқ. Вот сендер көріп жүрсіңдер. Көрдім. Бірақ не дейді? Что-то последнее время менде тыныштық пайда болды дейді. Иә. Бірақ түсіндіре алмай жатыр да. Көп бұрын волноваться ететін еді ғой, деп болмайтын нәрсе. Күйгелектеніп, иә? Иә. Ол ояну не екенін түсінбейді. Мен оны не қылмаймын, өткен Астанаға бір курстарға кетіп бара жатыр да. Мен бар деймін. Вот оянған ер азамат қалай қарайды. Бар деймін. Потому что ол ойынын әлі тоймағанда, мен специально барсын деймін. Психология бар ма, не курс? Бара бер деймін, наоборот ақша беремін, бар. Ана курсқа бар, мына курсқа бар. Әбден тойсын. Өзің жолымен кетіп бара жатыр, сол жолды сыйлап отырсыз, болды, қабылдап отырсыз. Енді қазір келді. Марафонға қосылды. Өзім әйелім. Қосыл марафонға деді.
потому что көзі ашылып жатыр, поле жұмыс істеп жатыр. И сонымен Астана мен Алматының ретритіне жазылды қазір. То есть бұл жерде ешқандай да қинау жоқ қой, тек поле жұмыс жасап Өзі келіп жатыр, өзі түсініп жатыр. өзі келеді екен. Қинап оянуға сен қинап алып келе аласың адамды оянтуға? Оның убеждениясын сен шығара алмайсың қазір. Ол өзі әбден тою керек, тажахудқа тұру керек, дінде 10 жыл жүру керек. Ол мына шкурасымен, ішкі сезіммен сезіну керек. Мә, что-то не то ғой мынау. Мен істеп жатқандарым бәрі, мен айтып жүрген Құдай осы Құдай ма не деп өз ішіне сұрақ қою керек. Я біреудің айтқанына сеніп сонымен жүре бермей. Біреудің айтқанына ізденіс болу керек қой. Догма убеждениеге тойып Конечно, мен просто қазір бар ғой, поражаться етем. Саған сұрақ қояйын да, кітапты оқымай кітапқа сенуге бола ма? Енді құра обложкасына қарап сенбейсің ғой, ішін оқисың ғой бәрібір, чтобы түсіну үшін. Соны оқымай сеніп жүр ғой қазір ше. Не только сені прям соған не болған. Кішкене қарасай ашша ішіндегі аяттарды қара, не жазылған қара. Слепая вера деген осы. Иә, түсіндім. Ішіндегісін білмей жатып, біреудің айтқанын ғана дәлел біреу айтты, қақпалап жатыр ғой. Это и есть туннельное мышление. Анау айтты, болды. Сен дальше зерікте, салыстыр. Не үшін ми берілді саған, разум? Интернет тұр. Өзі көр, Библияда, христианствода жүрсің ба, оқы, оны оқымай жатып, мен христианмын, мен осындаймын, мен мұндаймын деп соғысқа адам өлтіруге дейін дайын болмай. Біреудің айтқанына болды. Оқы, көзіңді аш, зерікте, зомби болмасай, радикалдар содан шығады. Зомбированный, олар даже кітаптың бетін ашып көрмеген ғой, прикинь. Просто бір видеороликтерді көріп алады, біреудің айтқан сөзіне сеніп алады, болды, кетті. Торпеда. Соны шындық деп қабылдайды, сонымен Енді мен саған сұрақ қойдым ғой. Просто кітапты оқымай кітапқа сенуге бола ма? Болмайды ғой. Ашып оқып. Хотя бы оқысаңдаршы. Просто оларға айтып қойған ғой, сендер түсінбейсіңдер, оқымаңдар деп. Осы жерде мен поражаться етемін мен. Қалай дейді? Түсінбейсіңдер, сол үшін оқымаңдар. Уже көрдің бе, кіргізбей отыр да. Діндегілерді мен саған айтайын, ауыр болса да былай жасаған. Бір сұрақ қойған адамның екінші сұрағына дайын бол дейді. Немесе сұрақ қоюшыны жой дейді. Қайсысы оңай? Жою оңай. Вот. Жойып тастайды. И қазіргі поколение уже сұрақ қоя алмайды көбісі. Сол жолда жүрген адамдар. Қорқады да сұрақ қоюға. Ал Елеке, жаңағы ізденіс демекші, енді жан-жақтан қарастырамыз ғой, оянғандар кімдер бар екен деген сияқты. Сонда әлемде оянған адамдарды айтып өтесіз ба? Кімдер бар екен, біз қалай білеміз олардың оянғандарын деген сияқты? Егер жұлдыздарды алатын болсақ, Джим Керри оянған, просветленный прям. Хью Джекман, Мел Гибсон. Вообще негізі мен сіздерге айтайын да, кез келген миллиардер, созидающий бірдеме шығарып, осы әлемге пайдасын тигізіп жатқан адам, ол уже Құдаймен жұмыс істеп жатыр деген сөз. Кәсіпкер бұл Құдайдың осы құрған системасында красный галочкамен сызылып тұрған тұлға ол. Осы Алланың, Құдайдың замысылы сондай, миссиясы. Осы әлемді ары қарай дамытып кету керек адамдар. Созидать ету керек, бірдеме шығару керек, бір-біріне пайда тиетіндей, синергия тиетіндей. Кәсіпкер красный галочкамен тұр деген, потому что тәуекелге, рискқа барып жүрген адам ғой, Бір рискқа барады, ешқандай материалдық нәрсеге жабыспайды ол. Менке осы үй алуым керекпін. Үй жоқ болды. 100 жылдан кейін сен үйіңде басқа біреулер тұрып жатыр. Сол үшін бірдеме шығарып кету керек дейді олар. Көрдің бе, кәсіпкер? Ол бір. Екінші, ол жұмыс орындар береді. Басқа адамдардың ризық несібесін беріп отыр да. Қамтамасыз етеді. Қамтамасыз етіп отыр. Үшінші, ол басқа адамдардың өмірін жеңілдетіп отыр. Жұмыс беріп. Жұмыс беріп емес. Телефон өмірді жеңілдетіп отыр ма? Интернет өмірді жеңілдетіп. Шешіп отыр. Спутниктер өмірді жеңілдетіп отыр ма? Әрине. Әр кәсіпкер адамдардың өмірін жеңілдетіп отыр, жақсартып отыр.
созидающая энергия дегеніміз осы ғой. Осы ғой бір Бір жаңалық ашып, бір нәрсе әкелу әлемге. Компьютер ойлап тапты, программа обеспечение ойлап тапты. Миллиардер ма? Миллиардер. Қаншалықты сол үшін, қаншалықты көп адам сенің продуктыңды қолданады, соншалықты сен миллионерсің ғой. Болды. Сол үшін мен қазір көп адамдарға айтқым келетін. Бір нәрсе ойлап тапты, соны миллион адамға сатшы. Ризашылығына бөлендің ғой, болды ғой. Бір нәрсе ойлап тапты қазір, услуга болсын, товар болсын, соны миллион адамға сатшы. Сата аласың ба миллион адам? Сата аласың ғой, әрине. Если постарайся, сата аласың ғой. И миллионер боласың. Иә. Ну, 500 теңгеден саттың мына затты миллион адамға. 500 миллион. Бірақ нәтижеде ақша емес, сол адамның мәселесін шешу болу керек. Любой миллиардер Тесланы алып, лампочканы ойлап тапты, олар электроэнергия. Олар ешқашан ақшаны ойламаған, ақша побочный эффект. Оны ойлама, оны Құдайға тапсыр болды. Сен процесте ғана болды. Қазір мынаны жасап шығару керек. Осыған махаббатпен қара. Мен лампочка ойлап табуым керек. Қалай таб? 1000 попытка жасаған ол Тесла. Жанбайды, сонда бәрі жанды. Самолетті де ойлап тапқан екі ағайынды. Мысалы қанша, попытка жасады, авария болды. Мотоциклді Харлі Дэвидсон көріңдер, қалай ойлап тапқан. Машинаны ойлап тапқан адамдарды, Карл Бенстің өмірін көріңдер. Ешкім ақша ойламаған. Ешкім соңғы нәтиже ойламаған. Қазір барлық адамдар соңғы нәтиже ойлап отырды, содан кейін ештеме не получается. Ешкім процесске ешкім не отқан жоқ. Мынаны бірдеме қыламын да, мынанша штук сатуым керекпін деп ойлап отыр. Осынша пайда көруім керекпін деп өзін ойлап отыр. Иса пайғамбардың бір сөзі, бір несі бар ғой. Інжіл талын не қылады ғой, қарғап жібереді. Іздеп көрсеңдер болады интернет. Не үшін сол талды қарғады? Жеміс бермей тұрады да, ол анау өзінің шәкірттерімен Иса пайғамбар келатқан кезде жеміс бермей тұрады бір ағаш. Сол кезде сол ағашты келеді да, өмірі жеміс бермейтін болды, бір қарғайды әйтеуір, есімде жоқ. Тексеріп көрсеңдер болады. Сон зерттедім де, мен не үшін қарғады ол? Талда тұрған не бар деп. Оказывается, сол аумақта тал өспейді екен да, ағаш өспейді, жеміс беретін. И су аз келеді. Сол ағаш өзінің өмірін сақтап қалуы үшін жеміс бермей тұр екен да. Энергиясын бойында ұстап тұр ғой? Иә, ұстап тұр, көп өмір сүру үшін. Ал егер ол жеміс беретін болса, өліп кетеді да, ол жерде ше. Өліп кетеді, иә. Сол үшін қарғаған екен, көрдің бе? Сол мен айтқым келетін, бұл жерде біреуге полезно болыңдар. Егер біреуге пайдаң тимей жатса, пайдасын тигізіп жатқан жандарға хотя бы бөгет болмаңдаршы, мешать етпеңдерші, өтініш. Өзің біреуге пайдаң тимей жүрді, еще пайдасын тигізіп жатқан адамдарға бір комментарий жазып, бір тигісі келеді. Қойсайшы деймін да, шаршамадың ба? Шаршамады ғой. Иә, қойсайшы, болды. Мешать етпесе, өмір бәрі өзінкен жасап жатыр. Бағана айттым ғой, Римский империяда құлаған, бәрі құлап жатыр, өзгеріп жатыр. А сен өзің кішкентай мынандай бір осы әлемге деген көзқарасыңды бәріне пихать етіп қоймайсың. Бұл бүйтіп істеді, бұл сөйтіп істеді деп ше. Успокойся, болды. Сиди дома, никому не мешай, хотя бы. Хотя бы ең болмаса дамы, ізден. Иә. А жалпы енді оянам, дамыйым дегендер біздің есік әрдайым ашық қой. Иә, Елеке, рахмет. Бүгінгі сұхбат енді керемет болды. Өзіме ізденіп жүрген тақырыптар десем де болады ғой. Ақша тақырыбы, қарым-қатынас тақырыбы, мынау ізденіс тақырыбы, әлемге деген көзқарас тақырыбы бәрі кеңінен ашылды деп ойлаймын енді. Ең маған қатты өткені ақша мен қарым-қатынас тақырыбы болды енді. Керемет. Құрметті көрермендер, біздің каналымызға жазылып кетіңіздер. Келесіде тағы да осындай Қазақстанда әлі қозғалмаған тақырыптарды қозғауға подкастқа шақырамыз сізді. Рахмет бүгінгі сұхбатыңызға. енді көп жауап алдым өзіме бүгінгі. Көрермендер де сондай өздерінің бір ізденіп жүрген сұрақтарына да жауап алды деп ойлаймын. Рахмет сізге. Рахмет.